Гүл. Бүгінгі сабақты гүл құрамағын жасауға арнаймыз. Құрамақ жасау үшін қызыл және жасыл түсті мата, сым, түйме, шытыра моншақ, қайшы, ине, жіп керек. Іске кірісеміз. Ұзындығы 60 см, ені 3 см қызыл түсті матаны дайындап аламыз. Қайшымен кертіктер жасаймыз. Көктеп тігемізде жіпті тартамыз. Гүлдің екі ұшын бекітеміз. Қызыл түсті жұқа матадан ұзындығы 60 см, ені 5 см қиып аламыз. Көктеп тігіп, жіпті тартамыз да гүлдің екі ұшын бекітеміз. Жұқа гүлдің бетіне қатты матадан жасаған гүлді қойып, үстінен түймені тігеміз. Аталығын жасау үшін 10 см сымға шытыра моншақтарды өткізіп, бір ұшын бүктейміз. Дәл осылай екінші аталығын жасаймыз. Сымдарды түйменің тесігінен өткіземіз. Сабағын жасау үшін 51 см сымды 3 қабаттап бүктеп, гүлге бекітеміз. Жасыл түсті қағаздан ұзындығы 22 см, ені 2,5 см қиып алып, көктеп тігеміз де жіпті тартамыз. Бұл гүлдің жапырағы. Жасыл түсті матадан ұзындығы 22 см, ені 1,5 см қиып алып, екіге бүктейміз де көктеп тігеміз. Тігісін ішіне қаратып аударып, сымға кигіземіз. Кәне, гүліміз қалай шықты екен? Көрейікші. Жарайсыңдар.